Ассаламу алейкум, сайгылы сәржелер, хаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалыша, бүгін бөйле вақалар аққандай кәйетіп бірем. Украина ябанжылар үшін сыңырны қапата. Мемлекетте коронавирус себебінден бірінші өлім. Юқары Радада ишғал етілген Қырымға су берілу вақында қарар лейқасы қайт етілді. Русиялы журналистке Украинаға кіріш 3 жылға ясақ етілді. Қырық 8 сааттан сон Украина 2 аптаға ябанжылар үшін сыңырны қапатажақ. Бұл қарар Украина Милли Тәлөкесізлік ве Мудафа шурасының әжеле топлашуындан сон илян етілді. Тәсилатлыжа нәвбетті келеп қамызда. Брифинг вақтанда Украинада коронавирустан бірінші өлім ақында белі олды. Вона була особою похилого віку, старше 70 років. В неї була двостороння пневмонія. І після звернення до лікарі, на жаль, не змогли врятувати їй життя. Те, що стосується скринінгу, те, що стосується інших речей для того, щоб ми унебезпечили громадян України, ми також працюємо з тієї території, з кордоном, який є з окупованим Кримом, і як і з іншими країнами. Бүгін Назирлер кабинетінің көчме отырышында Украина ішкі ішлер Назирі Арсен Аваков ишғал етілген топрақлардың меморий сынырдан кечіріні сынырлымаға теклиф етті. Ми пропонуємо режим обмежень для іноземних громадян 100% по пунктам зіткнення нашого на пунктам пропуска. І ми пропонуємо пропускати громадян України, які мають реєстрацію на неокупованій території, для того, щоб мати більший контроль. Тюньован Украина давляется на хизметі Тюньован Украина давляется хизметі Назирлер кабинетіне коронавирус тарқалуының огыны алмақ үшін қапатмақ керек олған ноқталар жедверіні йолады. Ишғал етілген Қырым или меморий сыныр қапатылыжақ ма, йоқ ма, шындрик да беледігіл. Сыныр хизметінің спикері Андрей Демченко хабер еткеніне көрия, қапатылыжақ ноқталарының жедвелі Назирлер кабинеті қарачы қарған сон белі олажақ. Қырымда коронавирус бақынуы үшін карантинде болынып да хастаханеден қачқан қадыны да алі да қыдыр алыр. Түркия сағлық сақлав Назирі Фахридин Коджа өлкеде коронавируснен қасталанған да бір кіші аққында қабер етті. Бөйлелікнен Түркияде коронавирус қасталығының сайысы 5-ке юкселді. Сағлық сақлав Назирі Фахридин Коджа Дайвел Твиттері сабындан япқан ачықламада түневін ақшам таздықланған тест ярамай бір шайыны доғырулады. Бір қастамыз да олды. Бұл кіші бірінші қастамыздың етрафындандыр. Вирусның бұл сыңырда тарқатылмамасы үшін кереклі тәдбірлеріні яптық. Бұл беляны да бірлікте енерміз деп язды Назир. Украина дәвлет сыңыр қызметі қанунсыз шекелде Қырымны зиярет еткен Русиялы журналистке Украинаға кірішіні 3 жылға ясақ етілген аққында білдірді. Журналист ишғал етілген Қырым еле меморий сыңырны қанунсыз шекелде кечкені аққында да белі олды. Который нарушил требования части 2 статьи 10 Закона Украины про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, а именно допустил въезд на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым с нарушением определенных этими нормативными актами требований, без получения соответствующего разрешения и поза контрольными пунктами въезда-выезда. Запретить гражданину Российской Федерации въезд в Украину сроком на 3 года. Иван Яцкин 3 айға тевқыф етілді. Бойле қарарыны Москваның Лефортова махкемесі чықарды. Бұл ақта адвокат Николай Полозов хабер етті. Махкеме отырушывы қапалы режимде кечті, ачық қысмында есе Украина консулы болынған. Имайы тарафы тевқыф мұддетінің озытылмасына қаршы чықып тибби ярдым көстірілевіні вес сыңырлама тедбірінің деңіштірілмесіні талап еткен. Русия федераль тәлөкесізлік қызметінің қадимлері Қырым сакені Иван Яцкинні 2019 сенесі октябрь айында tuttu ve gizlice Moskvaga çıkardı. Onun yakalanğanı ve Lefortova'da bulunğanı 2 aydan son belli oldu. Onu devlet hainliginde qabatlaylar ve 20 yılga apus cezasına mahkum etebilirler. Украина Юқары Радасында ишғал етілген Қырымға су берілуі ясаға қында қарар лейқасы қайдетілді. Весиқаның тәшібүшчілері Авропа бірдемлігі СЕС ве қалқ қызметшісі фырқаларының 28 депутаты олды. Проект постанови готувала,
зареєстровано групою народних депутатів 3 фракцій. Це «Голос», це «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Загальна мета цієї постанови – це поставити крапку у тих пропозиціях і спекуляціях, які точаться щодо відновлення водопостачання в Крим, Північно-Кримським каналом. Сподіваюсь на те, що Верховна Рада цю постанову підтримує. Це дуже важливо, тому що оточення президента Зеленського протягом останніх місяців декілька разів вводили в оман суспільства України. Вода для наших громадян в Криму, вона є достатня, води немає для окупанта. І в тому числі тих, яких вони примусово переселяють з Росії до нашої батьківщини. Ишғал етілген кезлевде тарқаулы трамвай тақдим етілді. Бұақта Ишғалжы Крым информ нешірі білдірді. Трамвайға 179 кіші сыға біле. Конструкциясы сессіз ве вибрация севесіні түшіріп үрмеге имкан бере. Вагон içінде антивандал отырғычлары да қойылған. Илк yolculardan бірісі Ишғал етілген Крымның башы Сергей Аксенов олды. Юруш вақтында да yolcularның бірісі оңа бойле шекілді мұражат етті. Мы уже видим, что вы уже так возмужали, посидели. Хорошая жизнь. Унутылмағанлар хабарлер. Қырым татар ресурс меркезі 1944 сенесі сұргун етілген Қырым татарларының дефін етілген ерлері қында лейха башлатты. Бұл уақытта оларының матбуат қызметі хабар етмекте. Унутылмахан кабирлер более леханы Қырым-татар ресурс меркези башлаты. О 1944 сенесі ярымададан сүргін өтілген қырымлыларының көмілген ерлерінің сөйлерін тапмаға ярдым етежек. Я крымская татарка, которая посчастливилась родиться и расти на родине в Крыму. Как и большинство моих сверстников, я никогда не была в городе Шахризабзе, куда в 1944 году были депортированы мои родные, где родилась и росла моя мама, и где похоронены мои прабабушка и прадедушка. Именно поэтому я призываю каждого крымского татарина и крымскую татарку присоединиться к компании «Унутылмахан Хабырлер», которую запустил Крымско-татарский ресурсный центр. Лехаға қошылмақ үшін Қырым-татар ресурс меркезінің электрон почтасына сөйнізін ады сөйді доқан елі вейері, дефин терген ері вейелі мезерінің нөмерасы ақында малюмат елімақ керек. 2018 сенесі Ишғал етілген Қырымда эски мұсылман қабристаны үстінде Таврида елу епілді. Қабристанның ады қырқ азизлеріді. Мұқадес ер Бақшы сарайының кенарында ерілішке. 14-ші әсірден башлап, 6 әсір девамында қырқ азизлес қабристанында мұсылманлар өз туғанларына дефин етейді. 20-ші әсірдің ортасына яқын анда yüzlerce abideydi. Умутны ғайып әтмемек веевге қайтмақ үшін таң вақытларыны саймақ. Украин Медени фонды ярдымы иле Қырым татар халқының сүргінлігі аққында мультфильм yapılды. О кныга Мандрив Украина деген YouTube каналында ерлештірілген. 15 күн пенжересіз вагонларда чекішмелер, мақсус ерлерді яшайыш ве бұ ерлерінің тышына чықмаға ясақ. Бұларының эпісіні икаяның қараманы таң вақытларыны сайып бір ойыны ярдымынен башындан кечірді. Сүргін насыл олғаны, evlersiz қалған Қырым татарлар насыл яшағаны аққында ойынны ойдырған қоқла айтып бережек. Оны да Ерджі Джамала сеслендірді. Бабусю, я такий дивний сон бачила. Який же нам? Наче ми з тобою рахували світанки і повернулися додому. А пам'ятаєш, що значить наше ім'я маленьке? Перемога. Так, моя Фетіє, ми всі обов'язково повернемося додому. Бұнен мен сағылығлашам, яйынларымызға қошылыңыз, ве Facebook сәйфемізге абуне олыңыз. Көрішмек үзірем.